Armısız ағайын, бүгін қарастыратын тақырыбымыз бүкірлік туралы, немесе су толыш. Ол бәрінде бар деуге болады қазір, әлде бәрі күтіп тұр деуге болады. Бүкірлік былай су толыш былай басталады жайменен. Бірінші жауырын жайменен түсе бастайды, сосын иық кетеді, мойын кетеді, аяғында мынадай ғана жететін адамдар болады, немесе былай кетіп қалатын. Оның бәрін жас келді деп, қартайтып деп сонымен есептейді адамдар сол тұрғыда. Ой, қартайтып қой, неғып дейсің дегендей. Бірақ мәселе ол қартайған емес, мәселе өзін өзі күтпегендікте. Оны мен әр жолында айтамын, қазір де айтамын, күтпегендікте. Өзін өзі күтіп, өзін өзі сақтап жүрсек, ештеңе де болмайды. Еңсең не болған былай жүр болады, соғылым сенің деніңде сау болады. Себебі былай еңсен басылған сайын, төмендеген сайын ол өкпені, жүректі бәрі қыса береді. Және оның бәрі қосымша проблема тудырады, шешімі жоқ. Шешімі өйткені дәрігерге барасың, дәрігер анализ алады, анализ бәрі дұрыс. Себебі органдар істеп тұр ғой. Ешқандай мәселе органда емес қой, мәселе қысылғанында. Сондықтан анализ жүру болады. Сосын олар алады да, тек жай әртүрлі дәрі-дәрмекпен сені тұтпалай бастайды. Сонымен сен емделесің. Тырнақшада. Шындығында сенің емің тек еңсеңді көтеру, қалпына келтіру. Шешудің әртүрлі тәсілдері бар. Оны интернеттен де тауып алады, неше түрлі көбінде мысалы жатып істейтін. Мысалға мынандай тәсіл. Жатып артқа көтересің, аяқпен қосып көтеруге болады. Былай жаттығу, былай жаттығу, немесе мынандай да жаттығу. Былай көтеруге де болады. Тағы бір жолы оны арнайы валик жасап, орамалдан немесе мынандай кілемшеден, йогадан немесе тағы басқа нәрседен тыңдайды. Соны жауырынның астына салып жатуға да болады. Және қол созуға да болады, және аяқпен де жұмыс істеуге болады, әртүрлі жағдайға келіп былай. Әртүрлі оның жолдары бар, интернетте оның бәрі бар. Оның бәрін қайталамай қойып, керек адам тауып алады. Жауырынның астына салу керек сол валикті. Сонымен жұмыс істейсің. Бұлай жүріп көруге де болады, әртүрлі оның тәсілдері бар. Оның бәрін әркім өзінің қалауынша қолдана алады. Менің айтайын дегенім, бұл әмбебап әдіс кез келген жерде істеуге болады. Ол үшін жатуға көшет іздеп, немесе кілемше іздеп, сондай не керек емес, ешқандай талап керек жоқ. Кез келгенде істеуге болады. Мысалға, борыштарды аласың, былай созыласың, мысалға, ұстап аласың да, иықты, жауырынды созу керек. Былай мысалға. Ең сосын, одан басқа есіктің керегесін пайдаланасың. Былай тұрасың. Қолда әртүрлі жолмен алуға, кеуденің тұсынан алуға болады. Сосын алға қарай құлау керек. Және бөксеңмен құлау керек. Міндетті түрде. Сонда созылады. Ол бір жолына астынан да созылуға болады. Төмен түсіріп. Жоғарырақ созылуға болады. Мүмкіншілік болса. Ойды төмен түсіруге де болады, көтеруге де болады, әртүрлі нұсқаларын қарастырып. Осымен былай жоғарыдан былай. Бөксені алға шығарып, созылу керек. Бұл кез келген жерде, мекемеде, үйде, кез келген жерде істеу бар. Есік барлық жерде бар.
есік керек жоқ. Соны бәрін қолдана беріп, былай тұрып, аяқты қойып, былай созуға болады, аяқты былай қойып созуға болады. Қарайсың, қай жері саған сұрап тұр, соғында өзің ешкімсіз өз-өзіңді беліңді де түзеп аласың бірден. Мына көкшені де, және жауымды да, еңсеңді де бәрін түзеп аласың. Осы ешкімсіз ешкімнің көмегісі қалай өзіңе көмек жасауға болады. Егер ауырып баратса, біріншіден белің ауырып, немесе тағы бір жер. Екіншіден соңына еңсені түзеу үшін осы есіктің керегесін қолдануға әбден болады. Өйткені турнике тартуға, немесе бір кушетке жатуға, жерге жатуға жағдай болай бермейді. Есік қалай болғанда да бар. Кереге, есіктің керегесі. Сөйтіп, үй жағдайында да ол сұрақтарды шешуге болады. Тек ол үшін ерінбеу керек, жұмыстану керек. Және әрбір жолы үйде жүргенде мысалы неңді қарап, еңсеңді қырына қарап, біреуге қарап суретке түсіріп, видеоға, фотоға түсіріп, өзіңді қарап алған жөн бірінші, сосын жүй бастайсың арқаңды. Сол кез келген жерде, кез келген уақытта бұл әдісті қолдануға болады. Сондықтан бұл өте сондай нағыз бейімделген икемді әдіс, әмбебап әдіс, бәрі жерде қолданып, бәрі жерде оны істеуге болады.